Қаржылық мониторинг агенттігінің Алматы қаласы бойынша департаменті Қазақстан Республикасының тендер алаңында мемлекеттік және жеке сатып алуларға қатысатын инвестициялық компания атын жамылған Қозған Инк жауапкершілігі шектеулі серіктестігін қаржы пирамидасының қызметіне тосқауыл қойды. Ұйымдастырушылар сенгіш азаматтарға 105 күн ішінде салым сомасының сыйақысын 5-тен 30%-на дейін ақшалай қаражатты тендерлік жобаларға салуды ұсынып, онда салымшы өзімен бірге басқа салымшыларды алып келсе, ол 5% алатыны туралы жалған шарттар жасалған. Салымшылардың жалпы саны 100-ден астам адам қаржы пирамидасының қызметінен келген шығын анықталуда. Қазіргі уақытта Қозған Инк компаниясының 2 ұйымдастырушысына қатысты сотқа дейінгі тергеу амалдары жүргізілуде. 2 айға дейін қамау түріндегі бұлтартпау шарасы санкцияланып, қаржы пирамидасының заңсыз қызметіне басқа тұлғалардың қатыстылығы анықталуда. Осыған байланысты қаржылық мониторинг агенттігі азаматтарды қырағы болуға және қаржы институттарына салмауға шақырады. Егер сіз немесе сіздің туыстарыңыз Қозған Инк қызметінен зардап шексе, қаржылық мониторинг агенттігінің немесе аумақтық департаменттердің сенім телефонына тәулік бойы хабарласыңыз.